Сәлем достар, бүгін сіздермен біз осындай жұмсақ, керемет болып шығатын сосиска в тесте жасайтын боламыз. Дәм өте керемет шығады, міндетті түрде мен рецептімен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ шығады. Алдымен бізге бір кесе сүт қажет болады. Бір кесе сүтімізге жарты кесе суымызды құйып араластырамыз. Оған шай қасықпен тұз саламыз, ас қасықпен 1,5 қасық шекер саламыз, яғни қант саламыз. Үш 4 қасық шемшкі майымызды құямыз. Және де қаймағыңыз болса 2-3 қасық қаймақ салып жіберсеңіз, қамырыңыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырдың жұмсақ болуы көбіне осы сүт, қаймақ, майға байланысты. Осы 3 қоспаны қосып отырсаңыз, кез келген қамырыңыз жұмсақ болып шығатын болады. Және де 1 шай қасық дрожжымызды салып, әбден барлығын араластырамыз. Осылайша жаймендеп ұнымызды салып отырамыз. Ұнымызды бірден көп етіп салып жерге болмайды. Қамырымыз қатты болып қалады. Қамырды жұмсақ етіп илесек, сонда тестіміз өте жұмсақ, балғын болып пісетін болады. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақ болу керек, осындай деңгейде болу керек. Бетін жауып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Жылы жерге ашып шығатын болады. Қамырдың ішіне колбаса пайдалансаңыз болады, яғни шұжық. Мен сосиска пайдаландым. Осылайша алдын ала ашып дайындап алатын боламыз. Мінекей қамырымыз ашып шықты, өте жұмсақ болып шықты. Енді осыны 2-ге бөліп, домалақ етіп жайып аламыз. Жайылған қамырды осылайша ұзын-ұзын етіп кесіп аламыз, яғни сосисканы орауға ыңғайлы етіп.
Осылайша кесілген қамырларымызды сосисканы орап шығатын боламыз. Дайын болған сосискаларды тапамызға салып шығып, бетін жұмыртқаның сарысына 1-1,5 қасық сүт құйып, бетіне жағып шықсаңыз, беті жалтырап, әдемі қып-қызыл болып шығатын болады. Мінекей сосиска в тестеміз дайын, өте керемет болып шығады. Мектепке барарда таңертеңге пісіріп қойсаңыз, балдар сүйсініп жейтін болады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер.